Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын сосиска в тесте жасалу жолын көрсетемін. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де 100% ұнайтынына сенімдімін. Оңай жасалады, сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Оның үстіне қантты саламыз. Тұзды саламыз. Сонан соң ашытқыны саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Ендігі кезекте сұйық майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң електен өткізілген ұнды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Мен описанияда жазып қойған ұннан сізде көп немесе аз кетуі мүмкін. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Дайын болған қамырдың бетін жабамыз. Бөлме температурасына 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Мінекей қамырымыз дайын, 1 сағаттай тұрды. Қолымызға сұйық май жағамыз, ұн пайдаланбаймыз. Қамырды ыдыстан аламыз. Сонан соң қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырдың қалыңдығы 3 мм болады. Жайып дайындап алған қамырды видеодағыдай кесіп шығамыз. Арнайы кескішпен немесе пышақпен кессеңіздер де болады. Сонан соң дайын болған қамырды сосисканың сыртына орап шығамыз. Орап жатқан қамырды созбаймыз. Видеода көрсетілгендей барлығын қайталап шығамыз. Менің каналымда жылдам дайындалатын пиццаның жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Формаға пергамент қағазын төсеп немесе сары май жағып орналастырамыз. Бұл рецептпен 14 дана шығады. 1 дана жұмыртқаны шайқап, қамырдың беттеріне жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Мінекей достар, өте дәмді, жұмсақ болып шығатын сосиска в тесте дайын. Оңай жасалады, сіздер де жасап көріңіздер. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.